Қайырлы күн достар, мен алдыңғы жолы мақсатқа қалай жету және арманға қалай жету, оны мақсатқа айналдыру сол жайында айтқан болатынмын. Енді бүгін өзіңді басқару жайында айтайын деп тұрмын. Адам өзін басқару өте ол енді өте қиын, өзін басқару. Мысалы, бір шаруаны істеген кезде орта жолдан тастап кетіп жатады, аяғына дейін бармай жатады. Ол неден және одан қалай арылуымыз керек, сол жайында айтайын деп тұрмын. Маған тіркеліп каналыма лайк басып қойыңыздар. Жалпы ең үлкен жихад ол деген өзіңе жасаған жақсылық. Абай Құнанбаевтың мықты болсаң өзіңді жең деген бір керемет сөзі бар. Ең үлкен жихад өз ниетіңе жету. Тұрақты түрде жету үшін біз кішкенеден өзімізге күнделікті бір әрекет жасап отыруымыз керек. Жалпы адам жылдам жасағанды жақсы көреді. Хадисте айтылған, адам жылдамдықтың тездігінен жаралған деп. Шынында қарап отырсақ, өте тез жаралған адам. Одан кейін бір нәрсені ойласақ, біз тез жетіп алуға тырысамыз. Адам сондай шыдамсыз. Бұның бәрі неліктен? Бұның бәрі психологияда, бұл піл деп айтады, ал неде қазақта ол нәпсі дейді, нәпсімізді біз істей алмай жатады екенбіз. Бұны піл деп таныстырып жатады психологияда. Ең бірінші осы неге жету үшін бізде ойымыз таза болуымыз керек. Шынында да ойың таза болмаса, ол мақсатқа мүлдем жете алмайсың. Ең бірінші ол өзінің басынан да өткен, ең бірінші жәнегі сол мақсатқа жету үшін ниетің түзу болу керек, және өзіңе байланысты. Мысалы, күйеуім үшін істей салайын, бір оқуды оқыту үшін осы күйеуімді жөндеп алайын, не болмаса тағы ол мүлдем жүрмейді, баламды жөндеп алайын деген секілді бір мақсатқа жетуде ниет өзіңе байланысты болу керек. Әмбе ол ортаға және қоршаған ортаға ешқандай зияндығы болмау керек. Жалпы және де осы біздің және пілден ғой, пілді басқаруға бізде күш қуатымыз жетеді екен. Өйткені Алла бізге ой салды ма, біз сол ойды іске асыру үшін Алла бізге барлық мүмкіндікті беріп қойған екен. Жалпы біздің нығметіміз оған жетеді екен. Сондықтан бізге басқарушылық қабілет берген екен. Біз соны оятуымыз үшін, осы басқарушылық қабілетімізді ояту үшін, осы пілді жәнегі тез ойлай қаламыз ғой бірдеңені жасау үшін. Вот осыны біз жәнегі арман мақсатқа қойған кезде осы іс-әрекетті жүзеге асыру үшін ғана қолданғанымыз жөн екен. Ал енді бұл нәпсі дедік, ол қай жағынан нәпсі болады? Енді біз бір шыдамсыздық танытқан кезде, пілді біз қай кезде қолданамыз? Нәпсі ретінде біз оны бірдеңені сатып алар кезде біз осы пілге ерік беріп қойып жатамыз екен. Bir нәрсені алып қоямыз да, ол бағалы нәрсе болып, ертең артынан өкініп жатамыз ертеңінде. Осы кезде бізді піл басқарып кетеді екен. Біздің нәпсіміз ба бұл, әлде біздің деп оны біз ойға салатын болсақ, біздің нәпсіміз болатын болса, оны жәнегі тыйғанымыз жөн екен. Оны біз күнделікті өзімізге ой жүгірту арқылы байқайтын боламыз. Жалпы адам бір нәрсені жәнегі бір ойға, бір іс-әрекетке жетуге өзінде құндылық берілген екен. Соны біз жүзеге асыру үшін күнде таңертең тұрдық па, сенің қолынан келеді, сен баста деп өзіңді әсем деп атыңды атап, өзіңіздің атыңызды атап, күнделікті іс-әрекетті жазып, қағазға осыны істеймін деп, оны жәнегі мақсаттарға айналдырып іс-әрекет қылып отыратын болсаңыз, онда міндетті түрде жететін боласыз. Жалпы кедергілер келіп жатса, оның сабағын алып, ары қарай не істеймін, бұл кедергі маған не үшін беріліп жатыр деп өзіңізге сұрақ қойсаңыз, ары қарай жауабы шығып отырады. Және де үшінші бөлім, бұл біз бәрін білеміз, бәрін білеміз, Инстаграмды да білеміз, мысалы, басқа да әлеуметтік желіні білеміз, бірақ еш уақытта қолданбаймыз.
сол біздің қолымыздан келіп тұр, бірақ қолданбаймыз. Өйткені не үшін біз өзімізге өзіміз сенімсізбіз. Сенімді болу үшін біз күнделікті алғыс айтып жүруіміз керек. Ең бірінші Аллаға таза ауа бергені үшін, табиғатты бергені үшін, осы өмірді бергені үшін, және өзіңе күнделікті кіти нәрседен өзіңе алғыс айтып жүретін болсаң, және өзіңе сенімділігің артады, және де кішкене іс-әрекетіңе алғыс айтып риза болып жүретін болсаң, өзіңнің жәнегі көрмей жүрген нелеріңді, мүмкіндіктеріңді байқап қалады екенсің. Бұл енді оп-оңай, осы мүмкіндіктердің бәрін жасайтын болсаң, күнде әдетке айналдыратын болсаң, біртіндеп өзіңнің мақсатыңа жетіп, өзіңнің қамалыңды алатын боласың. Егер де менің ақпаратым ұнайтын болса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі жолы бұдан да жақсы ақпараттармен бөлісетін боламын.